Қайырлы күн, құрметті достар. Туған елге тағзым жобасының аяқталуына санаулы күндер қалды. Бүгінгі біздің Атырау облысынан 300 шақырым жерде орналасқан Индер ауданына сапарымыз жобаның ең ұзақ сапарларының бірі болмақ. Біз ереулі атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, ерлердің ісі бітер ме деп жырлаған қазақтың көрнекті ақыны, Қазақстанның батыс аймағының халық көтерілісінің жыршысы Махамбет Өтемісұлының жерленген жері Индер ауданынан 40 шақырым жерде орналасқан Қараой деген жерге келдік. Оқушылар бұл Махамбеттің кесенесінде Махамбет бабамыздың рухына тағзым етіп, оның еңбектері, ерлігі туралы мәлімет алмақ. Бүгін осы Махамбет Өтемісұлы бабамыздың кесенесіне келіп, оның осы ұлы тұлғаның атына қойылған кесенені көріп, өзіміздің батыр мақтаныш деген сезім оянды. Өзім осы өзінің елі үшін, отан үшін қаншама іс атқарған ұлы тұлғаның атына осындай керемет құрылыс тұрғанына өзім риза болдым. Маған шынымды айтсам, осы Махамбет мазарына барғанда өзімді бір қызық сезіммен сезіндім. Басында мақтаныш сезім болды. Содан кейін өзімнің әртүрлі болады ғой, сондай адам жерленген жерлерде, сондай көрнекті тұлғалар жерленген жерлерде өзіне энергия, қуат аласың. Осы өзімнен қуат алып, өзімді жақсы сезіне бастадым. Әрине, осында барар жол өте қиын болды. Малайсарыға да барар жол қиын болды. Бірақ мен ойымша осы жол, осы Малайсары мен Махамбет зираттарын, ол жерленген жерлерін және де олардың айтқан сөздердің бәрін көруге тұрарлық болды деген ойдамын. Өйткені жолдың өзі Махамбеттің және де Малайсарының мінездерін, қатты мінезі мен өзінің қиыншылық өмірлерін бәрін көрсетті. Сапарымыз Атыраудың бірі бірегей байлығы. Индердің мақтанышына айналған Тұзды көлге барумен жалғасты. Оқушылар Тұзды көлдің тұзын, топырағын, суын алып, өздерінің қалаларында зерттемек. Иә, мұндай Тұзды көл деген біздің шығыста мүлдем жоқ. Және де басында жақындап келе жатқанда мен бұны бір аппақ көл екен деп ойлап, және жақындап қарасақ, бұл кәдімгі біздің қолданып жүрген тұз. Мен негізі қатты таң қалдым. Біз қазір осы Тұзды көлдің осы жердегі тұзды алып, пробасын алып жатырмыз. Және де менің жанымдағы Алтынай ол топырақты алып жатыр, ал мен болсам осы астынан шығып жатқан суды алып, кейіннен зертханаға барып, оны зерттейтін боламын, иә. Мне это место очень-очень понравилось. То есть такое ощущение, будто бы я стою, будто бы я в другом мире. И на данный момент я сейчас стою на пищевой соли. И поэтому я вживую вижу такое место, и для меня это очень захватывающе.